Hey, ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін мен жанаттық достар, өздеріңіз бүгін видеоның тақырыбынан көріп отқандарыңыздай біздер бүгін Roblox'та Дом Магнат деген ойынды ойнайды боламыз. Анаға тіркеліп лайк басып колокольчикті басып отырайық. Алдарыңызда шет мақтарыңызды алып отырыңыздар, біз видеоны бастаймыз. Так достар, в общем, ана бізде Дом Магнат деген ойын, біздер мына жақта тұрған домды бізде шығаруымыз керек қой. Мына жерде бізде $400 жинап қалып, достар, $400 алып аламыз. Сондай жақтан біздер домдарды бүйтіп салысын бастаймыз. Ну енді бастамасында бетон бетонда бір затты осы жерден құйып тұра беретін сияқтымыз, достар, қателеспесем ше. Так осы жерден бүйтіп тұра берейік, құйып. Так кетші, мен базам, мен ненің алдым, не істепсің? Достар, дей ма, сондай бір бәле дейтін ау, Все, аналар бүйтіп орнатып тастаймыз. Менде долларлар көп, достар, $1 жатыр менде мына жерде. Полныйын орнатып тастаймыз, достар. Мына жақта бізде полный орындалды. Енді ана жақта біздер мыналарды орнатып бастаймыз. Рама деймін, сондай бір бәле дейді, үйдің андай қабырғаларын орнатып бастаймыз. Рама, еще оның ағашпен істеді ғой, достар. Потолокты да ағашпен істеп жатыр, достар. О, бізде лестница пайда болған сияқты, достар, қателеспесем, достар, лестница пайда болған сияқты. Я, лестница пайда болыпты, достар. Бізде ана жерде ағаштарды бүйтіп салып бастаймыз. Мына бізде $500 жинап қалды, $500 алып келе салайық, достар. О, шүкір ғой, достар. $500 жиналып тұрғаны. $500 резко жиналып тұр екен. Типа алмаппын ғой мен. $500 қайтып резко жинала қойдым деп ойлап қалдым, достар. Сөйтсем жиналмапты. Мына жерде біз текстураның ортасына өтпейді екен, достар. Келесі қай жерде, достар, біздер? Мынау енді метканы неден қайдан табамыз? Все табылды. Біздер әлі ағаш істеп жатыр, достар. Ағашын істеп жатыр екенбіз. Мына енді бізде мына жердегі енді все, достар. Мына жақтағы қабырғаларды орнатып тастаймыз. Мына жақта бізде доллар жиналып қалыпты. Алып алайық. Достар, пока что біздер мына жақта үйдің енді 20% ғана болыппыз. Так, тез біздер үйді салып тастайық. Мына жақта бізде мынау бар екен, мына жақта рама бар екен. О, достар, енді мына сыртына енді бүйтіп ағашпен қаптап шығу керек, қателеспесем, иә. Үлкен мынандай рамамен. Так, все, мына жаққа да істедік. Төбе жағында істейтін шығармыз, достар. Төбе жағында сондаймен қаптайды емес па? Әлі төбе жағын басқа немен қаптай ма? Басқа затпен қаптайтын сияқты, достар, Мына жақта долларды алып, $540 дейді ғой, достар. $540 алып, мына жақта бізде Robloxқа түреген ғой. Фермалар, достар, бізде көп екен. Енді типа менің домдарымда. Достар, міне айттым ғой, әсе. Осындай мен істейді деп. Все, үйінің есігінің алдын дайындап жатырмын, достар. Үйдің есігінің алдын дайындап жатырмын. Крыша дейді. Крышаны жауып тастаймыз. Мына жаққа біз ананы қойып тастаймыз. Так, окна дейді, мына жақта да окна. Так, мына жаққа да окна, фойе дейді ма, бір бәле дейді, Окна. Так, достар, бәрі қарбалас кеткен сообщение жазып. 576 дейді, достар. Бірге жинап алайық. Мына жақта да окна. Так, енді біздер қаяқта? Мына жақта толып бірген, достар, задание. Үйдің сыртына дейін істедік қода көрінер ме, достар? Вот, міне. Мына жақта біздер мыналар Robloxқа тұр екен, достар. Енді ештеңе етпейді. Мына жерде ақшаны алып кете салайын. Мынау неге бермедір? Типа достар, ең түсінікті болды. Понятно. Все, үйімнің есігінің алдына ана қоямыз. Потом потолок дейді, ана қоямыз. Мына жақта акцент на крыша дейді, дверь дейді. Так, дверьді қояйық. Мына жақта полный бізде істеліп шықты ғой, да, істеліп шығыпты үйімнің сырты. Так, дверьді ашамыз, қайтып жауып қояйық. Так, енді достар, мына жақтарға бізде не қою керек емес па? Вот, достар, енді қойылды бәсе. Бет мына жақталар, достар, басып қоя берсе. Мына жерде біздер лестница өзі ашып жабылады екен, достар. Соған таңғалдымнан, қараңдар, достар. Есікті өзімен өзі ашып жабылады екен. Так, енді достар, мына жақтағы акцент на крыша дейді, дверь дейді. Так, дверьді ашамыз, қайтып жауып қояйық. Так, енді достар, мына жақтарға бізде не қою керек емес па? Вот, достар, енді қойылды бәсе. Бет мына жақталар, достар, басып қоя берсе. О, жерде біздер лестница өзі ашып жабылады екен. Соған таңғалдымнан, қараңдар, достар. Соған
Так, мынаны бүйтіп алып аламыз, мынаны да аламыз. Достар, біздер төменнен уже жер не пайда болыпты ғой. Бұл типа Robloxқа да достар. Robloxқа, мынау да Robloxқа екен достар, короче, бұларды тиіспей ақ қояйық. Менде оны алатын Roblox жоқ. $600 болды, короче. Все бүйтіп ала береміз ғой, смело. $634 болды. Мына $100. Жоқ, Roblox емес екен достар. Мен ақшам жетеді екен ғой. Төмендегі Roblox қалғандары типа арзан тұрады екен да. Так, басында бізде кірер кезде $1000 берген өте жақсы болды. Үйіміздің тең жартысы достар бітіп қалды. Почти бетон, мына жақтарға біз бетон қойып шығып отырық. $70 қалды, $71 қалды почти біздер. Ана жақта 55-нен сатып алсам достар. Все сатып алынды. Так, бізге енді долларды анау көп жинамаймыз достар. Неге азғантай жинап жатыр? $612 общий достар. $612 деген өте азғантай. Короче, мына үйдің 47%-ын болып, біз 47%-ын так домой деген қалашында. Типа дом да? Я бәсе ең түсіндім. $900 болды, все. Біз алып аламыз. И мынаны алсақ 1К болады ма? 1К болады достар. Так, кетік салып бастай берейік. Мына жақта, мына жақтарда уже бетондарын құйып тастадық. Картон ба типа? Картонда, қателеспесем картон достар. Гараждың ішіне де соны қояды екенбіз достар. Нормально $300 нақты уже жинап қойыпты. Достар, алсақ керек болып қалды бізге. Тек мына жаққа қоямыз. Есіктің типа алды. Достар, есіктің алды бізде өте керемет болып жатыр. Бізде нормально есіктің алды достар. Мына жерге де дверь қойдық. Все, мына жерге де дверь қойдық. Так, мына жақта бізде 2000 не керек екен. Бұл енді гараждың есігі достар, бізде машина жоқ. Мына жерге қоямыз, потом мына жаққа қоямыз да. И бізде қаяқта тағы. Мына жақтарда ма? Мына жақта тұр екен достар. Полды мына жаққа қояды екенбіз. Так, мына жақта бізде мынаны қоямыз. Потом бізде $89 мына жерде огня дейма, бір бәле дейді достар. Не бұл? Үйдің андай қабырғасына жабыстыратын. Сырана не ғой? Үйдің қабырғасына жабыстыратын цвет. Так, мынау еді бізде. Ладно достар, сатып аласақ. Бұл не сияқты? Потолок, қателеспесем достар. Потолок сияқты ғой достар. Потолок. Так, біздер үйіміздің жартысы, короче, бітіп қалыпты. 50% болып ғой почти. Енді 50% қалды достар. Соны орындап тастасам. Достар, аяқтағы да мынандай жабыстырып керек екен. Қараңдар ма? Бізде ақшам жетпейді уже достар. $648 жасайды общий. Бірақ $269 дайын болған. Давай тез жасашы, мен $1 да алып отырайын. Или мына жақтан бүйтіп істеп келе берейін ба достар. Алар бүйтіп жабыстырып келе берейін ба. Құр уақытты алмайды дегенім ғой. Бүйтіп бір бөлме болсын, полный жабыстырып шығайын достар. Бір-бірден келіп. Так, менде общий $296 дайын болған екен. 2 затты істеуге ғана жетеді достар. 2 затты істеуге ғана жетеді. Так, мынаны бүйтіп мына жаққа орналастырамыз. Достар, біз первый лицамен ойнайықшы. Өте қиын болып жатыр екен, короче. Так, мына жақта бізде $130 дейді. $130-ға біздер сатып аламыз қазір келіп. Почти 56% болып біз достар үйдің. Мына жақта бізде көптеген игроктар кіріп жатыр. Біздер мынаны алып аламыз. $500 болды, все достар. Короче, біздер $500-ға енді бірінші этажын полный аяқтаймыз. Так, мына жақта орнатып жібереміз. Так, енді бізде қаяқтан не табылды? Мына жақтан бізде мынау табылды. Бұл енді типа бәр бөлмеге де бұндай жабыстырып шығу керек па? Потологын істеп тастадық, короче. $80 қалып бізде мына жақта. $148 керек бұл үшін. Так, мынаны алып аламыз. $500 болды бізде. Достар, мен мына жаққа шығып жатырмын ғой қайтып. Полғанандай не орналастырып шықтық. Бәріне енді дверь қойып шығу керек достар. $75. Бәріне дверь орналастырып шығуымыз керек. Мынаған да $94 керек екен. Нормально достар, бүйтіп алып аласыз. Так, мына жаққа қоямыз. Дверьді бізде мына жаққа мынаған қоямыз. Потом мынаған $168, а жаққа да $160, $266, $135. В общем, көп доллар жинау керек қой бізге. Мына жерде $684 общий жиналу керек екен. Достар, бұл өте азантай, бізге жетпейді тағы бұл даже. Все, короче, бүйтіп орнатып тастадық. Екеуіне жетіп тұр, короче, достар, екеуіне орнатып тастаймыз. Мына жерде дверь. Мынау енді бізге керек емес, типа Robloxқа ашамыз ғой. Мынада 135 дейді.
Бұл жақта 200 дейді. Айбай достар. Так, мынау аламыз. $500 болды. Мына жерде біреу жетеді достар. Қараңдар бүйтіп. Аны бүйтіп орналастырамыз, потом мына жақтағын біздер орнатып тастаймыз. Все достар, мына жаққа болды, орнатылды. $333 керек екен. Мына жақта бізде $114, $143, $200-дан 2. Жақсы достар, біздер общий $684 жиналады. Бұл өте азғантай, бізге жетпей де жатыр ғой достар. Жетпей де жатыр бұл бізге. Достар, үйдің мебелін орнатам деген жоқ. Қымбат болып кетіп отырмын қайда. Маған қызық болды достар, мынаның ішіндегі қандай зат вообще. Открыть дверь. Блин, андай екен ғой. $114-ға. Жақсы, $114-ға ананы сатып алсақ достар. Бізде жалғыз орындалатын зат қалыпты ғой, сол $114 тұрады еще. Мына төбесіне достар біздер шыға алмайтын сияқтымыз ғой. Енді типа рубукспен тап, походу қателеспесем достар. Мынау рубукспен тұр екен достар. Мына жақта бізде камин дейді. Каминді орнатамыз. Ішке уже мебелдер орнатпаса достар. Айттым ғой достар, мына жақта бізде рубукспен деп. Ішіндегі заттарды рубукспен дамытамыз. Душ дейді. Так сосын бізге душ екеуіне $200-дан $400. Так бізде мына жақта $500 дайын тұр екен уже. Алып аламыз. $500 алып аламыз. Так есігіңді аша қой. Душыңды орнатып кетейік. Понятно. Мындай заттар ішіне орнатады екенбіз достар, короче. Бізде ана жаққа уже $234 жетпей қалды. Так вообще мынаған қайтып $500 болады. Сен есігін жабылмадық достар, есік жаппай қойып тұра берсін. Душты орнатамыз, потом біздер мынаны и туалетті орнатамыз. Туалет деп әдемі жазып қойыпты достар, не қылып. Келесі задание бізде қандай? Келесі задание бізде мебель дейді. Мына жерге мебель қоямыз, мына жаққа хранилище қоямыз. $200. Мына жердегі $200, короче, $720 береді вообще. Мына жерге мебельді орнатамыз. И потом ана жаққа хранилищеде қояды екенбіз ғой. Все достар, хранилищеде қойдық. Мына жақта бізде полный болды деп ойлаймын достар. Келесі задание қандай бізде? Келесі задание. Мына жерге $200, мына жерге потом шкаф $300-дан екен. Жақсы. Мына аламыз, біздің өзімізде $100 бар, короче. Мына жердегі бүйтіп орната салайық. Потом мына жердегі бүйтіп қоя саламыз. Бізде қандай мебель? Мына жерде мебель асылыпты $216-ға. Жақсы. $216 бізде $280 жиналып тұр екен. Общий $408-дан. Мына бізде маған жетпей қалды достар. $216. Оған жетпей қалды. Ақшаны алып аламыз. Так, потом мына жаққа қап еткізіп орнатамыз. Мебельді, короче, достар, мына жерге орнатып тастадық. Мына жерге тағы да не керек па не? 316 дейді достар, короче, мен мынаны бүйтіп алып ала салайын. Достар, мен үйімнің 68%-на ғана кететім ғой. 68%-на ғана болдым достар. Біздер әлі мына жақта көбін істеп тастау керек. Так достар, осымен біздер видеоны аяқтайық. Екінші частты қаласаңыздар комментарияға жазып кетіңіздер достар. Екінші частты мен обязательно шығаратын боламын. Достар, менің кешегі салған видеомда өте көп қаралым жинаған, бірақ лайк саны өте азғантай. Менің барлық видеомда достар, барлығы сондай болып тұр. Дәл қазір видеоны стопқа қойып, мен видеоны аяқтамай тұрып стопқа қойып, төменге түсемізді лайкты пытырлатып басып көтейік достар. Сендермен болған мен Жанат. Всем пока.